Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жеңнің түп нұсқасын үйретемін. Осы бір түп нұсқадан бірнеше түрлі сәнді қолдарды, жеңдерді пішіп үйренуге болады. Ары қарай соны үйренем десеңіздер, бізде онлайнда, офлайнда сабағымыз бар. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі шығып отырамын. Келесі сабақта ары қарай жалғастырамыз. Арқасын, алдын, юбкасын, прямо көйлекті қалай пішеді, шалбар қалай пішіледі. Осының бәрін күнделікті шығарып отырамын. Өткізіп алмай көріп отырыңыздар. Жеңді пішу үшін біз қолдың ұзындығын аламыз, мына жерге шейін. Мына жерді аламыз, қолтықтың тура астын сәл ғана кеңдеу қылып, бұны обязательно бүктеп жазасыздар. Қолдың мына аузын аламыз, бармақтың қасын тура келетіндей, бұлай шығып кіретіндей болу керек. Бұны да бүйтіп бөліп жазамыз. Жеңді салу үшін біз бірінші ұзындығын алып аламыз. Бұл жеңнің длина рукава дейді. Жеңнің ұзындығы 56 сантиметр болды. Енді бізге ширина рукавасы керек. Ширина рукаваны иығыңыздың түбінен қолтығыңыздың астына шейін сол 14 сантиметр болады. 14 сантиметрді алып, бұлай сызып аламыз. Міне бүйтіп сызып алды. Енді осы жерге ширина рукаваны саламыз. Ширина рукавамыз біздің 16 сантиметр болған. Бүйтіп қоямыз да 16 сантиметрді саламыз, бірақ 2 сантиметр барлық жағдайда қосылады осы. Енді мұна жоғары жағы, мұна төмен жағы бізде 11 сантиметр болған. Ешқандай запас қосылмайды. Осылай сыза саламыз. Міне. Енді мұна жерден осы сызғаннан біз тігеміз, а мұнадан біз қырқып аламыз. Мінекей. Енді бізге төбесін табу үшін қараңыз, қалымдай оңай бұл. Бүйтіп қоямыз да, бұл жерден үшбұрыш салып аламыз. Міне үшбұрыш салып алдық. Мына жерде жазып қояйын, ширина рукава қосу 2. Бізде 16 сантиметр болып еді, оған 2 қостық. Мінекей қосылған жері. Енді біз осының екеуінің ортасын бүйтіп бөлеміз. Ойман бөлген керек емес. Осылай сантиметрдің көмегімен бөлсеңіз өте жақсы. Мінекей енді жоғары жағында тура солай сантиметрдің көмегімен бөлесіз. Мінекей бүйтіп төбеге қарай 2 сантиметр көтересіз. Тура ортасынан біз қазір 2 сантиметрді алып, мінекей көрініп тұр. Енді осыны бұлай қосамыз. Мінекей қосылды. Енді төмен жағында осылай 2-ке бөлеміз. Енді бұны төмен қарай түсіреміз. 1 сантиметр бұл жерім, мінекей. Бірді қойдым. Бұл мынандай түзу қосасыз. Бірақ міне жетсек жұмырлар жібересіз. Міне осылай тұрады. Енді осы екеуінің арасын линейкамен қосамыз. Мінекей мынаны қосып аламыз, кейін мынаны қосып аламыз. Мына жер 1 сантиметр, мына жер 2 сантиметр. Міне қараңыз, қалай әдемі шықты. Тура осылай біз бұны қырқып аламыз. Мінекей біздің сызған сызықпанан бұлай қырқып аламыз. Міне қазір мен сіздерге ашып көрсетемін. Мінекей ашып көргенде осындай әдемі қол шықты. Енді бұл қолдың бізде алды болу керек. Алдыңғы жағын бұлай қоямыз. Міне белгілеп алдық, мына бір жер соңғы ортасынан. Осы жерден 1,5 сантиметр алып, осыны мұнеға қосып шығамыз, мына линияға. Мына екеуінің ортасын аламыз да,
осы жақтан біз кеміте бастаймыз. Мінекей. Міне осылай кемітіп аламыз. Сөйтіп, бұны да қырқып тастаймыз қазір. Міне алдыңғы бөлігі осы болды. Мына артқы бөлігі. Мінекей сонда осындай қол шығады. Осындай қол болып тұр. Мына алдыңғы жағы, мына арт жағы. Міне осы түп нұсқа дейміз бұны. Лекал деп айтады жеңнің. Бұл 44-46 размердің жеңдері. Енді осы жеңнен бір осы түп нұсқадан 10-15 шақты түрлі қолдарды сәндеуге болады. Міне бұлайша. Егер сәндеуді үйренем десеңіздер, менің инстаграмыма кіріп, сол жақа жазылуыңызға болады. Бұда бізде онлайн сабақтары бар. Тікелей келіп оқуларыңызға да болады. Мінекей осылай біз жеңіл әрі оңай түрінде үйреніп шығатын боламыз.